Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен етті қалай осатынын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Мінекей алдымен сүйектен осылай еттерді ажыратып аламыз. Мінекей енді менікі жылқы еті қабыртқасынан осындай артындағы етін осылай кесіп алатын боламыз. Қатты тақамай кесесіздер. Өйткені сүйекте де ет қалу қажет. Мінекей бұл қазының еті болады. Майда сүйектер болса алып тастаңыздар. Өйткені бұл етті қазыға тығатын боламыз. Қабыртқаның артындағы еті қазының еті болып саналады. Өйткені ода май бар. Қазыларыңыз керемет болып шығады. Тұз кіру үшін ар жерінен осылай кесіп шығатын боламыз. Енді қабыртқамызды ортасынан бөліп, мінекей кішкентай сүйегін алып тастайық. Ортасынан бөліп, екі-үш жерінен шабатын боламыз. Пока бөліп қоя берейік, қазір бөліп келетін боламыз. Мінекей мына сүйекті де осылай етінен ажыратып алатын боламыз. Сүйекпен етті қатты тақамай етін алып аламыз. Мінекей бұны да шабатын боламыз қазір. Мінекей енді сүйектерді бір шетке қойып, келесі етімізді осатын боламыз. Мінекей келесі етімізді осылай әр жерінен ішіне тұз кіріп, сіңіп тұру үшін осылай осып шығасыздар. Тұзды әшілеу қып, тұздап, 1-2 күн далаға жайып алсаңыздар, еттеріңіз өте дәмді болып шығады. Біз өзіміз үйде осылай тұздап аламыз. 1 күн бойы тұзда тұрады. 1 күннен кейін 2-3 күн далаға жайып алатын боламыз. 2-3 күн далаға жайып болған соң морозилкаға салып қоятын боламыз. Мінекей осылай. Қазір күн салқын болғандықтан қалыңдау оса берсеңіздер болады. Күн салқын болғандықтан осылай қалыңдау оса бересіздер. Күн ыстық кезде жұқалау осатын боламыз. Өйткені күн ыстықта еттер тез иісі шығатын болады. Сол үшін жұқалау осатын боламыз. Қазір қыстың күні сәл-сәл оссаңыздар болады. Соның өзі жеткілікті. Мінекей енді барлығын бөліп болдық. Енді осылай барлығын жаңағыдай осқан жеріміздің барлығын тұзымызды сүйіп шығатын боламыз. Барлығы жеріне тұзымыз тиюі қажет. Өйткені тұз тимей қалған жерлеріңіз былығып қалуы мүмкін. Сол себепті барлық жеріне тұзды осылай сеуіп шығатын боламыз. Арасын ашқан жерлеріңіздің бәріне тұзды сеуіп шығатын боламыз. Мінекей қабыртқаларды 3-ге, 4-ге осылай бөле берсеңіздер болады. Сорпа, тамақ жасаған кезде дайын тұрады. Салып жасай беретін боласыздар. Ілгенге де ыңғайлығып осамыз осылай. Мінекей араларын бәріне тұз тыю қажет. Ашып осылай тұзды сүйіп шығатын боламыз. Мінекей. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса комментарийге қалдыра беріңіздер. Және подписация бөлімін басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесіде тағы да видео салатын боламын. Қалып қалмау үшін
қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Мінекей енді қуырдаққа алып қалған етімізді осылай турап дайындап қоятын боламыз. Мінекей қуырдаққа осылай майда жүда еттерін қуырдаққа қуырып жіберетін боламыз. Бөліп қоса берсеңіздер болады. Мінекей бауыр, бүйрек барлығын қуырдаққа қуырып жіберетін боламыз. Мінекей осылай үлкен емес, кішкене емес, орташа етіп барлығын турап шығатын боламыз. Керек емес жерлерін, бездері, нелері шығады, солардың бәрін алып тастайтын боламыз. Мінекей бауырымызды бөлек ыдысқа саламыз, өйткені бауырымыз тез пісетін болғандықтан ең соңында тамақ піскен кезде салатын боламыз.